Қайырлы күн, менің есімім Досберген Нұрсейіт Мырзахметұлы. Темір ауданы номер 10-шы өрт сөндіру бөлімінде 2 жылдан бері қарауыл бастығы болып қызмет атқарамын. Менің негізгі міндетім адамдардың өмірі мен денсаулығын және мүліктерді өрттен қорғау. Біз төтенше жағдайларда, әсіресе өрт шыққан кезде бірінші болып көмекке келеміз. Жұмысымыз өте жауапты әрі қиын. Кез келген уақытта, күтіп күнде немесе мереке күндері шақырту түсуі мүмкін. Сол себепті әрдайым дайын болуымыз қажет. Біз арнайы киім киіп, тыныс алу құрылғыларын тағып, өрт шыққан жерге барып, адамдарды құтқарып жалынды өшіреміз. Сонымен қатар, өрттің алдын алу мақсатында сөндіру жұмыстарын жүргіземіз. Мектептер мен мекемелерде өрт қауіпсіздігі ережелерін үйретеміз. Бұл өрт болмау үшін өте маңызды. Мен өз мамандығымды мақтан етемін. Адамдарға көмек